Ассалаумағалейкум, құрметті отырарлықтар. Енді өздеріңізге белгілі, қазір мемлекет басшысының жарлығы шықты наурызда. Сол жарлыққа байланысты барлық деңгейдегі әкімдер осындай халықпен кездесу керек. Тиісті кесте белгіленген болатын жарты жылға. Сол кестеге байланысты бүгін Отырар ауданына келіп отырмыз. Орынбасарларым бар, басқарма басшылары бар, қорғау органдары бар, жаңағы республикалық мекемелердің басшылары бар, бәрі осында тұр мына жерде. Сондықтан осы жерде бетпе-бет кездесіп, әңгіме құрып, содан кейін сұрақтарға жауап беру. Ондағы мақсат жаңағы жалпы қазір елімізде қалыптасып жатқан жағдай, реформалар, қазір үлкен бастамалар бар. Солардың мән-жайын, облысымыздағы экономиканың жағдайы, әлеуметтік салада жалпы саяси жағдай туралы хабардар жасау, ауданда болып жатқан жобалармен таныстыру, жалпы әңгімелесу деп ойлаймын. Енді доклад жасамай қояйын, мен енді доклад енді қазір әкімдердің бәрі кездесіп отыр, ауыл әкімінен бастап. Әбден докладтан шаршаған шығарсыздар енді. Сода жай әңгімелесейік. Енді жалпы елімізді айтатын болсақ, елімізде үлкен реформалар қазір жаңа Қазақстан құрылып жатыр. Мемлекет басшымыз биылғы жолдауында сол реформалар туралы жария жасады. Көбінесе ол саяси реформалар. Кеше ғана үлкен құрылтайда айтты. Мен бұрынғы жаңағы бірінші алдында экономика, содан кейін саяси реформалы деп біраз уақыт жоғалтып алдық. Енді біз саяси реформаларға кірісуіміз керек. Өйткені шын мәнінде саяси жағдай тұрақты болмаса, жаңағыдай халықтың үніне құлақ асатын үкімет болмаса, жалпы біздің қоғамымызда бір-бірін естіп, бір-бірімен талқылап, мәмілеге келіп шешетін мәселелер көп. Тек қана билікпен халық арасында емес, халықтың өз арасында түрлі топтармен, жаңағы санаттармен бір-бірімен сөйлесетіндей жағдай жасауымыз керек деп. Енді ол реформалар кеше референдумда халықтың тарапынан үлкен қолдау тапты. Оның ішінде біздің облысымыз ең белсенді облыс болып шықты. 80%-дан астам сайлаушылар дауыс берді, қолдап. Сондықтан енді сол конституцияға кірген өзгерістерді енді заң аясына енгізу керек. Сол үшін қазір 20 шақты заң дайындалып жатыр. Депутаттар даже каникулға бармаймыз деп жатыр жаңа мәжілісте. Соны қараймыз деп жатыр. Енді онысы дұрыс деп ойлаймын мен. Халық күтіп отыр, өйткені тездетіп сол заңдарды қабылдап іске асыруымыз керек. Оның ішінде жалпы жаңағы партияларға бәсекелестікке мүмкіншілік беру. Ол үшін президенттің өзі партиядан шықты қазір, Нұр Отанда жоқ. Ешқандай партияда жоқ. Енді біраздан кейін біздерде шығамыз, әкімдерде. Сөйтіп барлық партиялар бір-бірімен өздері бәсеке болады. Біз нейтральный позицияда тұрамыз. Қайсың жеңсең соң жең деп. Бізге рахат болды. Сондықтан мен оны қолдаймын. Соған сол бағытта жаңағы дамыған қалаймын. Сондықтан партиялардың құруы өзі оңай болатын болды. Бұрынғыдан көп оңай болатын болды. Екіншіден жаңағы тек қана партия арқылы емес, айталық аудандық маслихат түгелімен мажоритарлық системамен сайланады. Жалпы халық партия емес, тікелей дауыс беріп сайлайды. Біздің маслихат облыстағы 50-50, 50 тікелей, 50 партия арқылы. Ал мәжіліс болса 30% жаңағыдай мажоритарлық тікелей сайланады, 70% жаңағыдай партиямен сайланады. Сондай жаңалықтар болып жатыр. Енді сот жүйесінде де, құқық қорғау жүйесінде де көптеген өзгерістер бар. Оған мен ойлаймын, сіздер жақсы қанықсыздар, білесіздер. Сауатты азаматтар қазір бізде Қазақстанда бәрін оқып, біліп жатыр. Бұқаралық ақпарат құралдарда түсіндіріп, жаңа өздерінің жұмыстарын жасап жатыр.
Енді экономикаға келетін болсақ, жалпы әлемде жағдай тұрақсыз, өздеріңіз білесіздер. Соғыс болып жатыр, үлкен алып мемлекеттердің арасында текетірес болып жатыр. Россия мен басқа Европа, Америка сияқты, Қытай мен Америка сияқты. Сол сияқты оның ықпалы бәрібір тиеді. Әрине барлық елдерге тиеді. Оның ішінде бір-бірімен санкция болып жатыр. Жаңағы сауда жүйелерін бәрі жаңағы үзіліп жатыр. Оның бәрі әрине аяғында сол мынау өндіретін тауар, керекті қызметтің бәрі азаюына келіп соғады, ал одан кейін бағаның өсуіне әкеліп соғады. Сол сияқты бізде де баға тұрақсыз болып тұр әзірге, бірақ үкімет қолдан келгенше оны тежеуге әрекет жасап жатыр. Оның ішінде біздің облысымыз жалпы баға келген кезде, енді былайша айтқан кезде көштің былайша айтқан біз ең соңында жүрміз бағаның өсу мәселесіне келетін болсақ. Ол енді біріншіден біздің облысымыздағы жаңағы бәсекелестік, өйткені майда шаруашылықтар көп. Өндіретін заттардың бәрі жаңағыдай бәсекелестіктің жаңағы аясында саудаланады. Екіншіден біздің климат солай, жаңағыдай көкөніс сияқты, азық-түлік сияқты товарлар енді ертерек піседі. Одан кейін біз де қарап отырмай әкімшіліктер жұмыс істеп жатырмыз. Біз қор жинап қойғанбыз. Айталық, қазір бізде тұрақтандыру қоры деген бар. Ол жерде 3,5 мың тонна әртүрлі азық-түлік бар. Одан кейін арнайы ақша бөліп, мынандай сауда жүйелерімен келісім жасап, соларға біз қаржы береміз, қарызға, арзандатылған пайызбен, бірақ есесіне олар бағаны ұстап тұру керек деген сонда келісімшарт қойып, сөйтіп әрекет жасап жатырмыз енді. Енді қазір ең қиын болып тұрған бұл қант мәселесі. Қант мәселесі бір айдың ішінде 400 теңгеден 740 теңгеге келді. Өте қиын, өйткені қант бізде өндірілмейді. Қант бойынша жалпы Қазақстан тәуелді импортқа. Содан кейін жаңа өсіп жатыр. Бірақ жаңа тұрақтандыру қорында бізде 100 тоннадай қант бар. 1000 тоннадай қант жаңағы тауар өндірушілердің қолында бар. Бұның бәрі бізге бір 20 күнге жетеді. Күніне бізде 100 тонна қант кетеді қазіргі сезонда. Сондықтан ол жағынан 20 күнге запасымыз бар. Тағы да 1000 тоннаға әрекет жасап жатырмыз. Енді шетелден сатып әкелмеске басқа бізде амал жоқ қант. Сондықтан біз әкелетін боламыз. Енді әрекет жасап жатырмыз. Әрине ол 700 теңге деген өте қымбат әрине, бірақ біз әрекет жасап жатырмыз. Басқа енді әкімдердің негізгі міндеті ол түсінікті халыққа қызмет ету. Сол халыққа қызмет ету үшін мұң-мұқтажын білуіміз керек біз халықтың. Сол үшін осындай кездесулер ұйымдастырылады. Енді біздің пайымдауымызша халыққа ең бірінші мәселе ол жұмыс керек. Жұмыс орындары керек, әсіресе жастарға. Сондықтан біз әр ауданда, әр қалада сондай бағдарлама түзіп, еңбек деген бағдарлама бар. Бізде жалпы 800 мың адам бар облыста жұмысқа жарамды. Соның жаңағы 10%, былайша айтқанда жұмысы тұрақсыз. 5% мүлдем жұмыс жоқ, 10% тұрақсыз жұмыс. Самозанятый дейді, өзін-өз жұмыстандыратындар. Солармен жұмыс істеуіміз керек. 10% деген сөз 80 мың адам бізде тұрақсыз жағдайда деген сөз. Сондықтан біз еңбек бағдарламасы деген бар. Сол бойынша жұмыс іздейміз. Барлық кәсіпкерлермен, жаңағы мекемелермен тікелей байланыста, оның ішінде үлкен мекемелермен меморандум түземіз. Мұны қандай да жағдай болса да жұмыс орнын қысқартпа деген сөз сияқты. Одан кейін біразын оқытамыз, біразын жаңағы әлеуметтік жұмыстарға орналастырамыз. Сөйтіп жылына бізде 100 мың адамды сөйтіп орналастыратын бағдарлама бар, еңбек деген. Оның сыртында барлық әкімдерге мен айтам осындай ауылды жерлерге. Сіздер енді мынау грант бар бізде, бағдарлама. 1 миллион теңгеден қазір беретін грант бар. Бірақ ол үшін адамдарды таңдауымыз керек. Грантты бергеннен кейін одан ешқандай нәтиже шықпай, той жасап, бір-бір жасап кететіндер де бар. Сондай болмас үшін адамдарды таңдауымыз керек біз. Әр ауылдан 10 адамды таңдауға болады ғой, кәсіп жасалатын. Сол сияқты мен айтам. Ол бірақ кәсіпкерлік әрине әркімнің қолынан келмейді. Көп адам қолынан келмейді кәсіпкерлік, қанша ұмтылғанмен.
Жалпы стандарт бойынша ең дамыған елдерде кәсіпкерлік бір 20% адам қолынан келеді. Өйткені кәсіпкерлік өте үлкен жауапкершілік. Білім керек, біліктілік керек, ұйымдастырушы қабілет керек, тәуекелге бару керек, рискқа бару керек, жүрек керек болмаса. Оның бәрі көп адамда ондай жоқ. Сондықтан біз іріктеп алуымыз керек, іріктеп. Соның бәрін зерттеп жүріп, бір ауылда 10 адам сосын оны білу керек, қабілетін. Соны әкімдерге мен қазір соны істеулерін керек деп айтам. Олар айтады, ой, бізде ондай міндетті емес, жоқ, міндет сондай деп айтып отырмын мен. Өйткені сіздер елдегі жағдайды білу керек. 10 адамды біреу жермен айланысқанға қабілеті бар. Жер берейік. Оған жаңағыдай үйіргесіндегі жеріне қондырғылар берейік. Болмаса жаңағыдай біріктіріп, жаңағыдай жаңбырлап суар деген технология сондай берейік. Сияқты. Біреулер малмен айланысқысы келеді. Біреулер жаңағыдай жиһаз жасағысы келеді. Біреулер бақша сондай жұмыс жасауымыз керек болып тұр бәріміз. Өйткені елдегі тұрақтылық именно сол кәсіпкерлерге байланысты қазір. Сондай майда, шағын, орта бизнесте жұмыс орны өнеді. Айталық 10 адам болатын болса бір ауылда. Онда, значит, 10 адамға жұмыс беретін болса, 5 адамға жұмыс берсін даже. 50 адам жұмыспен қамтылады. Үлкен завод салсаң, мұнай өндіру заводы салынып жатыр. Ол жерде максимум 100 адамға жұмыс бар. Қаншама инвестиция ақша құйылады, 100 адамға жұмыс бар. Өйткені қазіргі технология солай. Сол жағынан үнемдеуге тырысады. Сол сияқты біз сол шағын бизнесті көп үміт күтеміз. Кейбір кішкентай мен өткенде Мақтааралда көрсеттім. Жігіттер 12 гектар жерден өнім шығарып, жаңағыда 2-3 өнім алады. Жылына бір 12 гектар жерден бір квартира жасап отыр. Таза пайда, қаладағы таза бір квартира. Істеуге болады. Сол жерге апарып, көрсетіп, мынаны былай жасайсың, мынаны былай жасайсың, пәлен уақыт деп солай жасау керек. Бұл ауданда да бар сондай кәсіпкерлер. Сондай кішкентай жерден үлкен кәсіп жасап отқан. Оны апарып көрсету керек. Ауыл шаруашылығындағы мен білетінім, мен бұрын министрде болғам, облыстарда істегем. Ауыл шаруашылығының адамдары ештеңеге сенбейді. Сөзге сенбейді, схемаға сенбейді. Оны апарып көрсету керек, қолмен ұстату керек, қасында жүргізу керек. Сөйтіп, содан кейін барып сенеді. Сондықтан мен қазір ауыл шаруашылық жөніндегі жиналыстың бәрін доклад жасамаймын еш жерде. Жинамаймын оларды, мен ашытпаймын ешкімге. Полеға барып, сол жерде көрсетемін. Сол қазір нәтиже беріп жатыр. Міне 2-3 өнім алу деген программа мен айтып едім. Осыдан қазір барлық аудандарға сол тарап жатыр. Осы Шәуілдерде де бір 126 гектар жерде бар. Ол қиын ештеңе жоқ өрде. Ол бағдарлама кімдер үшін жасалып жатыр? Міне үлкен емес, 3 гектары бар, 10 гектары бар максимум адамдарға. Солар бірақ жаңағыда ертерек қимылдап, жаңағыда қондырғылар, капельное орошение жасайтын біздің хозяйство бар. Даже сол 10 гектарға тракторын беріп, арендаға беріп, айдап беретін адамдар бар. Сондай жасап, сол жерде егіс егу керек. Сөйтіп ертерек қимылдап, жаңа сату керек. Міне жаңа бақшаны алып жатыр қазір. Бақшаның өзі 130-150 теңгеден кетіп жатыр. Жақсы ғой. Содан табады. Болмаса жоңыршқа. Бұл ауданда жартысы жоңыршқа бізде. Жоңыршқа деген қазір үлкен тема болды. Былтыр жоңыршқаның бір пресі 1,5 теңге барды. Солай емес пе? Мал бағып оны ұшқан алда орда пресстеді сата бер. Сол сияқты. Биыл енді басқаша жағдай, конечно. Биыл шөп көп, жоңыршқаның бағасы малмен айланысу керек. Бірақ жалпы. Сондай темалар бар өзі. Жүгері, өңдеуге болады. Бірден оны несі сата бермейді. Жаңа жоңыршқа, мал бордақылау. Мал бордақылау деген өте үлкен тема. Мен қазір айтсам, оңтүстік аудандарда, Сайрам ауданында жайылым жоқ деп айта береді. Бұл ауданда жайылым енді жеткілікті болар. Бірақ ол жақта жайылым мүмкіншілігі жоқ. Малдың басы солай көбейіп кеткен. Ол жерде жер жоқ просто. Бір айтқанда көрпеңе қарап көсілдейді ғой сол сияқты. Жер болмаса не қыласың ол малды? Соншама. Өзіңді қинап, жұртты қинап. Болмаса неге өту керек? Стойловый дейді андай. Бордақылауға өту керек. Сайрамда жасап отыр ғой, Қарабұлақта. Сол сияқты методқа көшу керек. Кішкентай жерде көп ет алатын, сүт алатын технологиялар бар, соға көшу керек. Малмен нағыз айланысатын болсаң. Мен примерлер, мысалдар айттым. Ақтөбеде Ақтеп деген компания бар. Мынау Сайрамда
Қайбата деген ферма бар. Кішкентай жерде 15 мың, 20 мың бас ұстайды, мал ұстайды. Сол жерде жаңағы азығын береді, сол жерде өңдейді, сол жерде жаңағы сатады, еш нәрсесін қалдырмайды ірі қара малдан. Жаңағы несіне дейін, шкурасына дейін, терісіне дейін өңдеп, бәрін сатып жібереді. Ол деген, ол индустрия. Соған көшу керек. Соған көшу керек. Бұрынғыдай ол үйде мал ұстап, падаға айдап жіберіп, кешке дейін отырып ондай жоқ қазір, ондай кеңшілік жоқ қазір. Қазір оны басқаша жұмыс істеу керек. Сол сияқты өзгерістер болып жатыр, оны мен енді жақсы білесіздер. Сондықтан қазір көп адамдар жаңағы айтады, өкімет маған ананы берсін, өкімет маған мынаны берсін. Ол заманда да кетіп баратырмыз қазір. Бізде нарықтық экономика. Өкіметтің шаруасы жаңағы әділдік орнату. Өкіметте бір ресурстар болатын болса, жаңа жер сияқты, қойнау сияқты, жердің қойнау сияқты, су сияқты, соны әділ түрде таратып беру. Сосын жаңағыдай кәсіпкерлерге құқықтық жағынан қорғау. Сосын жаңа демократиялық халықпен бірге, жаңағы бірге осындай кездесіп, мұң-мұқтажын біліп отыру, сол жерде шиеленіскен мәселелерді шешіп отыру. Қалған шаруаның бәрі жекеменшік қолында қазір. Жекеменшік кәсіпкерлер қимылдамаса, ештеңе өзгермейді. Адамдар өздері соған өткенімізге біз әлі бірақ үйренбей жатырмыз. Сол бәрі маған әкеп берсе, бәрі маған жасап берсе деп айтады. Бірақ бізде, мен айтайын, біздің оңтүстікте бәрі бұрыннан сондай қалыптасқан, әркім өзінің әрекетін жасайды. Мен солтүстік облыстарда көргем комбайнерлар, бұрынғы кезде. Жаңағы орақ кезінде оратта комбайнда тастайды, тракторында тастайды, түйеті отпуск кетеді бәрі. Қайтып келген кезде үйінде шөбі жату керек, отын жату керек бәрі. Ондай менталитет қалыптасқан. Бірақ бізде ондай емес қой бұрыннан. Бұрыннан солай. Әркім өзінің тірлігін жасайды. Сондықтан заман осы жаққа қарай бұрылып жатыр. Сондықтан жалпы тұрақты осындай түсіндірудің арқасында қазір бізде жаңа 150 мыңдай кәсіпкер бар. Ең көп кәсіпкерлер саны бойынша біздің облыс ең көп, ең көштің басында деп айтуға болады. Бірақ оның бәрі бірдей дөңгелетіп жұмыс істеп жатыр деп айтуға болмайды. Бірақ талпыныс бар, іздену бар. Ол оңай шаруа емес, кәсіп жасау. Біреу келіп сізден, мен не кәсіп жасайын депсе, оны жауап бере алмайсыз. Өйткені ол мүмкін ол әркім өзіне байланысты. Өз іздеу керек, өз жолын өз табу керек. Кейде болмайсын нәрседен кәсіп жасап жүреді адамдар. Қазір тем более. Мынау креативный экономика деген шықты қазір. Креативный экономика. Компьютермен байланысты. Енді жоқ жерден шығарып жатыр кәсіпті. Адам ойламайтын жерден шығарып жатыр кәсіпті. Сондықтан әркім өзі ойлану керек. Сондықтан әңгіме жасайық осылай. Сіздер пікірлеріңізді айтыңыздар, сұрақтарыңызды беріңіздер. Мен жауап беруге тырысамын. Рахмет. Сұрақтарыңызды бере беріңіз. Ассалаумағалейкум. Өмеке, ауданға қош келіпсіз. Жаңа сұрақ деп жатсыз, қоятын сұрағымыз жоқ қалды өзгенде. Біз мынау облыстың әлеуметтік экономикалық даму жөніндегі барлық мәселені білеміз деп айта аламыз. Өйткені мынау ақпарат арқылы күнделікті жарияланып жатыр. Әр күні сіздің қай хабарыңызды көріп отырмыз. Соның барлығы елдің қамы үшін, елдің даму үшін істеліп жатқан әрекеттер деп есептейміз біз. Ал енді мынау отырар халқы жалпы мынау облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына қанағаттанады. Және оған өздері оң бағасын береді. Кез келген азаматтан сұрасаңыз, осы жерде солай деп жауап бере алады. Оның барлығы мынау елдің бірлігінің арқасында. Мынау атқа мінген азаматтардың сол ел үшін атқарып жатқан қызметтерінің нәтижесінің арқасында болып жатыр деп түсінеміз, солай есептеймін мен. Ал енді президент күнде айтып жатыр. Біз мына жаңаруға жету үшін, жаңғыруға жету үшін, жаңа Қазақстанды құру үшін
бізде бірлік болу керек деп. Ол бірліктің алдында елде тыныштық, амандық болу керек. Содан бірлігіміз болу керек. Ал енді қазіргі азаматтардың ойы, ол мен емес, маған емес, біз үшін, бәріміз үшін болу керек деп ойлаймын мен. Сондықтан біз осындай бірлікпен жұмыс істесек, жаңа Қазақстанға жетеміз. Әрбір азамат жаңа Қазақстанға жету үшін, кеше президент айтып жатыр құрылтайда. Әрқайсысы үлес қосу керек дейді, әрбір азамат. Сонда барып біз жаңа мемлекетте, жаңа Қазақстанда өмір сүреміз дейді. Ал енді осында байқап тұрсыз, көпшілік ардагерлер. Бұл ардагерлер мына облыстың барлық даму көрсеткіштеріне күнделікті қуанып отырады. Өйткені біз бас қосып отырамыз. Ардагерлер кеңесі бар, аудандық қоғамдық кеңес бар, тағы басқа қоғамдық ұйымдар бар. Біз пікірлесіп, мына кейінгі кезде жаңа келген әкімді тешке алатын болдық. Дұрыс қой. Таныссын дейміз, білсін дейміз. Мына ауданда жалпы істеліп жатқан жұмыстардың бағыт-бағдарын былай бағамдасын дейміз. Ал енді бұл азамат жаңа бастап жатыр. Жалпы біздің ауданда жұмыстың бар екенін білесіз. Кейбір мәселелерге өзіңіз көмек қолын созып жатсыз, оған рахмет айтамыз. Ал енді сұрақ жоқ. Бірақ бір нәрсе назарыңызда болсын деймін мынау. Үлкен жол салынып басталды бізде. Түркістан-Шәуілдір жолы. Бұл жолдың маңызын өзіңіз білесіз. Бұл туризмге де жатады, бұл халықаралық жолда болады, бұл жалпы халықтың мұқтажын өтейтін жолда болады. Түркістан Астана болады келешекте. Сондықтан осы жолдың сапалы бітуін, әрі уақытында бітуін бар уақытта назарыңызды ұстап отырсаңыз. Өйткені ол жолмен өзіңізді көп жүресіз. Рахмет. Бұл жол салынады міндетті түрде. Бұл енді ол жолды салу, жаңа проектін өткізу оңай болмады. 70 километр. Кәдімгі мынау Түркістан мен Шымкенттің арасындағыдай жол болады ол. 4 жолақты бетонный жаңағы основаниясымен мықты жолды болады. Оны барлық жерге барып жүріп, дәлелдеп жүріп, Арыстан бабамыз атамыздың киесімен қорқытып жүріп алдық ақыры. Сондықтан биыл өзі екі ауданда, Сауран ауданы мен Отырар ауданында ғой территориясы. Биыл осы Отырар ауданынан бастаймыз, келесі жыл бітіреміз ол жолды. Ол керек жол. Өйткені Ахмет Яссауи бабамыз бен Арыстан бабамыз екеуін ажыратуға мүмкін емес. Екеуі бір, кім келсе де екеуіне бірде барады. Сондықтан ол жол міндетті түрде жасалады. Жақсы. Ассаламу алейкум әмеке. Киелі мұны Отырар өлкесіне қош келіпсіз. Барлы уақытта табысты болуыңызға тілектеспіз. Отырар ауданы барлы уақытта сіздің әрбір жақсы ісіңізге қуанып отыратын енді хабарыңыз болу керек. Барлы уақытта сізге табыс тілеймін. Рахмет. Екінші мәселе мына сіздің қатысуыңызды пайдаланып, кеше ұлттық құрылтайда оның алдында мынау қазақ бәлісінің королі әнұранымыздың авторы Шәмші Қалдаяқовқа еңбек ері деген үлкен атақты берді ғой біздің президентіміз. Халық жанашыры ұлы ақынымыз шіркін Мұхтар Шахановқа еңбек ері деген атақ беріп, мерей отырарлықтардың бір мерейін көтеріп тастады. Құтты болсын отырарлықтар. Мына енді сіздің сөзіңізден кейін, Жақаңның сөзінен кейін талай бір сұрақтармен дайындап келген сияқты бәрі кетті. Жауабын алып қойдық. Бірақ тұра Жақаңның тақырыбында менде бір тақырыбым бар. Мен өз Көксарайдан келдім. Мына өзіміздің баяғы Жанкелді өскен Жалпелін деген баяғы Ерікбектің әніменен жырланған сөйлеуден келіп отырмыз. Бізде үлкен бір сіздердің басшылықтарыңызбенен Көксарайға жол салынып жатыр. Бұрын енді талай рет бір өзгерістер болды, жол бұзылды, үйтті. Қазір Құда қаласа бір үлкен бір күрделі жөндеу болып отыр. Сол жол өзіңіздің алдыңыздан өткен жолдай сол уақытысында аяқталып, сапалы аяқталып, уақытысында қалмаса деген бір тілегім бар. Сіз енді ол бәрлі уақытта жанашырдыңыз елге. Басқа бір сұрағым жоқ, бәрлі уақытта сіздің жұмысыңызды, басқаңыздың бәрін зерттеп, қадағалап, сізге әрбір сізге қуанып отқан адамыз, еңбегіңізге табыс тілейміз. Рахмет, рахмет сізге.
Ол жолда осы Шәуілдір Түркістан жолы сияқты салынып жатыр қазір, қарқынды салынып жатыр. Мердігер енді былайша айтқанда ыстық кезде басталады ғой бұл, жаңадан басталды. Сондықтан биыл ол бітеді, Көксарайға жол. Керемет жақсы жол болады ол да. Енді жалпы бұл аудандағы өзекті мәселелерді мен жақсы білемін ғой енді. Жол мәселесі, су мәселесі, каналдар мәселесі, газ мәселесі, оның бәріне қарап қадағалап отырмыз. Сондықтан болады оның бәрі. Дұрыс. Ойбай, ойлаңыз. қайрадар қисаңдап жүрді, сұрақ беріп дейсін болдыңыз қойды. Өмірден шырағым, баяғыда қазақ айтқан ғой, соғырдың тілеген екі көз деп. Соғыр адам көзден басқа несін тілейді. Сол сияқты мен де осы ауданда ардагерлерді демалдыратын бір орталық болса, ардагерлердің үйі болса, бір кезде бір нашар әкімдердің кезінде ардагерлер үйі болған бір жерде. Бірақ кейін жақсы әкімдер құртып жіберді. Енді жаңа жақсы әкім келді деп ойлап отырмыз. Бірақ соған сіз бір бастамашы болсаңыз деген менің сұрағым, тілегім бар еді. Енді жауап берейін. Жаңа әкім білетін шығар бұл жерде өңге мен көкелерім тұратын. Сен нағашыларым тұратын. Құлағаса өздеріңіз білесіз, аллеяның ішінде біздің қонақ үйіміз бар, өзіміздің әкімшілікте. Осы қыркүйек айында арнайы сіздерге ардагерлер үйі болып ашып, үлкен ғимаратты сіздердің еліктеріңізге беретін боламыз. Осы күзде. Міне дұрыс. Өзбекәлі Жәнібековтың аллеясының қасында үлкен здание бар. Енді әкімге мен әр кездескен сайын айтамын, мен сізді әбден таңдап әдейі осы жерге қойдым. Бұл жер маған өте ыстық. Балалық шағым көп уақыт осы жерде өткен. Анамыз осы жерден, қары көкеміз кешегі. Мен өткен осы жерден деп айтам. Қандай жағдай болып отқанын мен үйде отырып біліп отырам, Шәуілдірде не отқанын. Өйткені анам айтады, пәленбайдың 70 жылдығы, пәленбайдың 30 жылдығы. Адам баласы үйленіп жатыр, мынау келін түсіп жатыр деген сияқты. Күніге қанық не отқанын берді. Сондықтан бәрін біліп отырамыз. Сондықтан жаңағыдай әрекет жасау керек. Ол енді көп шаруа емес қой. Ардагерлерге істеп тастау керек оны. Қазір сіздердің көздеріңізше тапсырма беріп отырмын. Ауылға киелі Отырар ауданына келіп халықпен кездескеніңіз өте орынды, өте құттықтаймыз. Мен мынау Балтөгел ауыл округі Түркістан жағында соның ардагерлерінің төрағасымын. Бүгін сізбен кездесу келет болатын дегесін, ауыл әкімі әкеліп сізге бір ауыз бір айтатын кішкентай өтінішіміз бар, соны айтып кету үшін келдік. Біздің ауылды білесіз, облысқа ең жақын ауыл 45-50 километр Балтөгел деген жер. Мемлекет жол салған, бір ғасырларда аңсап жүрген көпіріміз бар. Ауылымыз өте бір шаруашылық ашуға, басқаға өте бір қолайлы жер деп есептеймін. Сондықтан мынау бизнесі бар кәсіпкерлер бізге назарын саса, ауылға көп тірліктер істелсе, көп жастар сыртқа сандалмай жұмыс істеп, өзін қамтамасыз етер еді. Ауылымыз 3-4 бөлімшеден тұрады, 4000-нан аса халқы бар. Ақкөл дейтін бір бөлімшеміз бар. Сонда Егенбердиев атындағы бір мектеп салынған. Былтыр 21-ші жылы оқу жылының сентябрьге қарсы пайдалануға беріледі деп еді. Сол әжептәуір басталды да, ақырында сол аяқсыз қалып тоқтап қалды. Осы мәселені сіздің назарыңызға ұсынып отырмын. Енді бізде мемлекеттік сатып алу дейтін не бар? Конкурс жасайды, мердігер анықталады, оған біз араласпаймыз. Араласқым да келмейді ол. Кішкентай мектепке мен араласып. Сол жерде ПМК 7 деген бір компания ұтып алған ол мектепті. Ол ана Қазғұртта да сөйткен. Мектепті ұтып алып, документтерін бәрін неғылып, кейін жұмыс істемей, ақырымен жаңағы ажыратып біз келісіп шартты. Енді қайтадан жасап жатырмыз. Өкінішке орай біздің мемлекеттік сатып алу жүйесінде сондай көптеген кемшіліктер бар. Бірақ бізде қаржысы дайын, қайтадан жаңағы мердігер анықтап, ол мектепті салуға тырысатын боламыз. Осы мәселені сіздің назарыңызға салайын деп едім. Енді ол облыстың әкімі қошеметке, мақтауға қажет емес. Бірақ кеше көріп жүрген Түркістанымыз 4 жыл болды құрылған. Өсігінде
Түркістанға барсақ, баяғы баратын жеріміз табылмай қалатын жағдайға келдік. Үлкен өзгерістер бар. Үлкен алға кету бар. Сондықтан сол тірліктің өзі облыс басшыларын, облыстың басшыларын қандай деңгейде басшылық жасап жүргенін деп айтуға, толық айтуға болады. Рахмет тыңдағаныңызға. Мен енді ол енді үлкен жоба Түркістан, рахмет жаңағыдай жылы сөздер айтып жатқандарыңызға. Ол бәріміздің еңбегіміз. Бәріміздің еңбегіміз. Енді 18 жыл құрылды облыс, 19, 20, 23 жылдың ішінде сондай жұмыстар атқарылып жатыр. Оның арасында пандемия болды, оның арасында жаңағыдай арыс болды, мақтарал болды. Бірақ еңбек етсе, міне Түркістанның халқы соны дәлелдеді. Еңбек етсе, нәтиже шығаруға болатын дәлелдеді. Жалпы қаншама адам қызмет істеп жатыр. Күннің ыстығында, суығында, күн демей, түн демей, жаңағыдай ауру өршіп тұрған кезде, осыны сондықтан мен үлкен ырзашылығымды білемін сол жердегі құрылысшыларға бәріне, жаңағы қызметкерлерге, жаңағы мердігерлерге бәріне өте үлкен ауқымды жұмыс жасалды. Ол енді бірақ ең бастамасы. Қала деген бір жылда, 2 жылда салынбайды. Қала деген 10 жыл, 20 жыл салынады. Міне қазір Астанамызға 20 жылдан асты. Сол сияқты дами береді деп. Бірақ біз негізін қаладық. Солай айтамын мен. Біз негізін қаладық. Өйткені қазір 50% жұмыс жердің астындағы жұмыс Түркістанда. Ол жаңа құбырлар әртүрлі, газы бар, светі бар, жолы бар деген сияқты. Оның бәрі істелді. Ол жердегі істеген жаңа жердің астындағы жұмыс 350-400 мың адамға арналған қалаға істелген жұмыс. Арғарай енді жаңағыдай бизнес, ғимараттар салу, әртүрлі нысандар салу, ол енді бизнестің тірлігі. Сондықтан біз жаңағыдай су мәселесін шештік. Су мәселесі Түркістанда білесіздер, ең қиын мәселе су еді. Ағын суды айтып отырмын мен. Енді қазір 1-2 жылда мен ойлаймын, о жерге барып адамдар шомылып, пляжға барып сөйтіп кететін жағдай болады қазір. Сондай жағдай жасап жатырмыз біз. Қайықпен жүр қазір адамдар Түркістан, қайықпен. Өмек ассаламу алейкум. Отырар өңіріне қош келіпсіз, киелі өңірге. Мына енді мен өзі есім Құттыбек Нұрқұлов. Талаптау округіне қараймын. Талаптау округінде 4 елді мекен бар. Ындалы, Көкмардан, Шытты, Сарыкөл деген. Сол мен Шытты елді мекенде тұрамын. Мен енді қояйын деп атқаным сұрағымыз өтініш. Біздің елде метпүңгіт бар, метрек дейді. Осыдан 30 жыл бұрын жәндегі немен бақсамен, асармен соғылған. Ешқандай мекеменің балансында жоқ. Ешқандай ішінде немен жәндегі аппараттармен жабдықталмаған. Енді көруге де ұят енді. Сонымен депутат болып тұрғанында облыстық жәндегі денсаулық сақтау мекемесіне 2 рет хат тастатқам, күлді депутаттар қол қойдырып, сонда жекеменшік мемлекеттік әріптестікке порталға тастаған, ешкім түспеді оған. Сөйтіп облыстық бюджеттен ақша қаралмай, сол үй салынбай тұр енді. Соған кішкене назар аударсаңыз деген жәндегі нем бар, өтінішім бар. Одан кейінгі екінші өтінішім, мынау Отыраудан жылдан жылға соңғы жылдар күлден көркейіп келатыр. Жаңа сөйлеген кісілер айтып жатыр, оған сіздің де еңбегіңіз зор. Мынау газдандыру жұмыстары жүріп жатыр. Біздің Көкмардан Шыттыда қазір тұрбаны көміп тастағаны біраз уақыт болды, тоқтап тұр. Бәрін қаражатқа тіреліп тұратынын да түсінеміз. Оны да халық түсініп жатыр. Соған кішкене ықпал жасап жылдың аяғына шейін жәндегі қосуға көмек берсеңіз деген өтінішіміз бар елдің арасында. Рахмет тыңдағаныңызға. Енді газ мәселесі бойынша бұл облыста мен жаңа қызмет келгенде өте қиын еді жағдай. 280 нысан салынған, 2013 жылдан бері труба салынған, жаңағы газ тарату нелер салынған, пунктлер, бірақ газ жоқ. Қай ауылға барсаң, қай аудан алдына шығады сол әңгіме. Содан мен президентке дейін бардым. Өйткені ол жергілікті орындар салынған бюджеттен газ деген, Қазтрансгаз деген компания. Солар біз қабылдамаймыз, ол дұрыс демеген, ана-мына очень бір талас арасында. Соны ақыр шештік қазір. 90% бәрі өтті, сол мекеменің меншілігіне, теңгеріміне. Енді газ шешті. Мен ойлаймын, ең үлкен мәселе сол болды. Өйткені ол труба тұрса, жаңағыдай қондырғы тұрса, одан бетер адамдарды жаңа қыжылтады. Енді қазір басқа енді бар нәрсені істеткен екен, жаңаларын салып жатырмыз. Міне Отырар ауданында қазір 8 ауыл елді мекен биыл қосылды. Былтыр қосылды, биыл 8-і қосылады. Келесі жылы арғы бет көтеміз. Сонымен 24-ші жылы 100% газбен қамтамасыз етеді деген бағдарлама бар. Оның ішінде жаңа талапты да бар. Жаңа медпункт туралы құжаттар дайын болса, шешіп берейік оны.
медпункт бойынша құжаттары бар. Біз қазір ПСД-ға жасап отырмыз. Ұсынатын боламыз. Ұсыныңыздар, шешіп берейік. Медпункт керек әрине. Әр ауылға медпункт керек. Ассалаумағалейкум. Дұрыс. Микрофонды бере қойыңыз. Халық сұрап жатыр ғой, халықтың өтінішімен. Сәлеметсіз бе, Өмірзақ Естайұлы? Қош келдіңіз. Осы бүгінгі Отар ауданының тұрғындарымен кездесудің өзі бір жаңа форматта, емін еркін, бір тамаша өтіп жатыр. Бұл деген сөз біздің жаңа Қазақстанға деген үлкен сенім, үлкен бетбұрыс деп есептеймін өзім. Өте қуаныштымын. Екіншіден, үлкен облыстың деңгейінде және біздің ауданға істелініп атқан жұмыстарыңызға үлкен рахмет. Енді қазіргі саясат бойынша бірінші жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, саяси реформа. Соған байланысты аудан әкімі де бұл кісі бізді іздейді, халықты біз ол кісіні іздейміз. Қазір бір етене араласып, барлық проблемалардың бәрі көбісі шешімін тауып жатыр. Алда шешілмеген проблемалар шешіле береді деп ойлаймын. Менің айтайын деп жатқаным, жалпы мынау қалай көктем басталды? Бізде мынау шіркей деген басталады. Бұрынғы шіркейлердің бәрі әлсіз еді. Мынау жаңа Қазақстанның шіркейі шаққан жердің бәрін жара қылады. Бет аузымыздың бәрін сабалап, егіннің бәрін құртып, өзіміз мынау ыстық ауданда тұрамыз, әбден күнге күйген бетіміздің бәрін жара-жара етіп, өте қиындыққа тап болып жатырмыз. Енді бұл кішкентай болғанмен шіркей үлкен қаражатты талап етеді екен. Соған сіздің бір көмегіңіз болса деймін. Бұл мәселені мен жақсы білемін. Бұның алдында жаңа мемлекеттік жекеменшік серіктестікпен бір фирма жасаған бұл мәселе. Өте сапасыз. Мен соған риза болмай, биыл онымен келісімшарт өзіп тастадық. Қайтадан қаржы іздеп жатырмыз. Бұл үлкен мәселе, шынында да. Ол бір жағынан Көксарайға байланысты. Көксарайға бір суда жібермеді. Енді кеше мен брифингіне айттым, бұл ненің кесірінен екен. Кәсіби деңгейі жоқ адамдар басқарып отыр. Мен оны қажет ашық айтып отырмын. Кәсіби деңгейі болмағаннан кейін қою керек ондай жұмысты. Керек жинайтын кезде су жинамайды. Жаңағы жайлап жіберетін кезде бас салып панически жібереді. Сондықтан осындай мәселелер туды. Соның бір кесірі жаңа шіркейдің көбейді. Одан кейін жаңа дәрілер мәселесі. Қазір бүкіл республикада мамандар жинап, бұны біз талқылап жатырмыз. Құдай қаласа шешеміз деп ойлаймын мен. Бұл үлкен мәселе. Мен үшін мәселе. Маған оңай ма адамдар сөйтіп қиналып жатқан. Мен де оны естемді, сол жаңағы барлық осындағы мамандарға соны тапсырма беріп отырмын. Күнделікті ол. Рахмет. Үлкен рахмет сізге. Енді мынау екінші мәселе, енді мынау руханиятқа көшейін деп жатырмын. Рухани мәселеге байланысты. Жаңағы мынау ұрпақтар сабақтасты дейміз. Ұлттық дәстүр, ұлттық тәрбие. Өзіңіз айттыңыз, сол ауылда өстім деп. Ауылда әлі де осы ауылменен байланысып, үлкен кісілер әлі де осы елде сұрап жатады дейді. Менің айтайын деп еткенім, менің бір әкемнің аманатын айтқым келеді. Менің әкем сол Бәйдібек ауданында тұрмыс үйінің директор болып жұмыс істеген. Сіздің ата-анаңызбен көрші тұрған, сіздердің тарихи суреттеріңіз менің әкем үйінің төрінде тұрады. Қашан ол кісі қайтыс болғанша сондай бір жақсы кісілер еді, тәрбие жақсы берген, көрдіңіздер ма? Балалардың бәрі қандай керемет жұмыс істеп жатыр. Мен сондай кісілердің балалар сияқты сендер де сондай болыңдар деп дастархан басында айтып отыратын еді. Сол сіздерді бір көруге, осы отбасыңыздағы ата-анаңызбен бір кездесуге армандап көре алмай кетті. Дегенмен төрінде тұратын сіздің ата-анаңыздың, сіздің кішкентай кезіңіздегі, біздің кішкентай кезіміздегі тарихи сурет сақталды. Сол уақытыңыз болса тарихи суретті сізге табыстайды, және сізбен жеке түсіп, әкемнің төріне қара шаңыраққа қойып қойсам деген арманым бар. Оны орындаймыз, оны орындаймыз. Әке аманаты орындалса. Жақсы. Жоқ, беріп. Жақсы. Бұл сурет бар бізде. Егер жаңылысып кетпесем, осы сурет... Бұл сурет бар мен. Бар ма? Сіз өзіңіз мына жерде тұрған боласыз, ол екінші сурет. Осы сіздің... Жақсы, давай, Антон. Алла разы болсын. Мынаны возьми потом. Увеличить надо будет. Құрметті ағайындар, жаңағы Өмекеңнің 20 минуттық хабарламасында
көптеген сұрақтарға жауап беріп қойды. Жаңа 5-6 азамат сұрақ қойды, қанағаттанарлық жауап алды. Бұл енді өмірге жұмыс істеймін деген адамға өзі жұмыс тауып береді Алланың өзі. Жаңа айтып қалдыңыз, шет жағасын, мына сізге келіп беріп, мынау Арыс ауданында оқиға болды. Арыс ауданының енді үйлері біз білеміз, араласып тұрамыз, 95%-ке жаңарды. Бірақ енді уақытысында қиыншылық болды, болғанмен бір үлкен жақсы тірлік болып қалды. Ол жерде сіздің үлкен ізіңіз қалды, жұмысыңыз қалды. Ал енді ар жағында ғана Өзбекстанның дамбысы жарылып, одан да аудан жаңарып қалды. Күндіздің жұмыс болды. О кезде жаңағы пандемияның кезі ғой, енді көптеген жұмыстар болды. Сондықтан енді азаматтар қорыта айтқанда жақсы кездесу болды. Ал енді өмеке мынау жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан, жаңа республика деп жатырмыз ғой енді. Соның мына бір нышаны. Мынау далада кездесу. Газетке жарияланды. Осындай пәлен күні, пәлен уақытта осындай облыс әкімінің келе кездесеміз деп. Бұрын саясаттыңға мен 100% қарсымын деп айта алмаймын. Оның жақсы уақыттары болды, жақсы жұмыстар болды. Біздің өміріміздің бір 80% сол Совет үкіметін коммунизм орнатамыз деп кеттік. Біраз жұмыстар болды екен. Оны сіз білесіз ол шет жағасын. Ал енді бұрын мынау сарайларға кіргізіп алып өтетін жиналыстар. Жақсы болатын. Бірақ кейбір халықтар сайраға кіргізіп алды, бізді кіргізбеді деген әңгіме болатын. Қазір содан құтылдым екен. Келем деген адамға есік ашық, айтып жатыр, жатып жатыр. Ал енді жаңа айтылып қалды ғой, енді өмекемді қазақша әңгіме айтайын бір. Сіздің папаңыз осы ауданда 9 жыл жұмыс істеді. Сол кісінің көзін көрген. Сол кісімен азды кемді сіз бізде келген адамның біреуі менмін. Қазір жасым 86-та, сіздің мамаңыз менімен қатар болуы мүмкін енді. 36 жылғы. 36 жылғы. Ал енді, мынау өмеке, жаңа енді қазақша деп атқаным, мына ер азаматтық үш жұрты болады дейді ғой енді. Бұл енді қазақ бар жерде енді бұрмаймыз дегенмен шамалы бұру болады енді. Сондықтан сіздің ең жақын жұртыңыз, нағашы жұртыңыз болу керек. Сондықтан мына отыралықтардың бәрі сіздің нағашыңыз. Ал енді арақ айтсақ, Әл-Фараби нағашыңыз сіздің. Сондықтан мынау жұмысыңызға... Осақ жаман болмады ғонда біз. Жұмысыңызға табыс тілеймін. Халықтың елдің атынан. Мен азаматтар жақсы тілек айтып жатыр. Ал енді мынау жұмыс бұл енді болдым, тойдым деген нәрсе жоқ қой мүмкін. Енді мынау енді осы отырарға істеп жатқан жақсылығыңызды білеміз. Осы баяғы Асқаровтың кезінде осы ауданды бір көтеріп кетті. Мына 2 этажды үйлер салынды, жол салынды. Мектеп, медпункт, больница дегеннен бізден енді проблема жоқ есебі. Шешілген. Бір жарым бар ғой. Сондықтан енді осы отырарға бұрынғыдан да көбірек көңіл бөліп, өмекең біздің жиен істеп кетсе деген бір жұмыстар болса. Осы мына бір өмеке, мына бір инфрақұрылым бір 30 шақты үй салыну керек еді. Мына Арыс баран жаңа Пақтаралдың есебінен солар жүрмей қалды. Жақсы, түсіндім. Осы үйлерге бір бәрі қолыңызда ғой енді. Ал енді өмеке мына үлкен жеңісіңіз 80%-іңіз құтты болсын. Ол халықтың Тоқаевқа білдірген, сізге білдірген сенімі. Әгер осыларға сенім білмесе, бұл адамның психологиясы деген өте қиын. Ал енді біздің ауданның халқы 85% дауыс берді. Оны 100-ге апарып үй алдық енді. Жүздеген жоқ қой қазір. Осы, мынау ауданның біздің әкімі де жаңа келіп жатыр, тағайындап кеттіңіз. Қадамына бақыт тілейміз. Рахмет. Асқарған еліңіз, жұртыңыз аман болсын. Рахмет. Жақсы. Сіздерге үлкен рахмет. Мынау бұл жалғыз кездесу емес, біз жылдың аяғына дейін екінші айналым бар. Тағы қайтып келеміз біз.
Одан кейін жаңа аудан әкімі бар жерде кездесіп жатыр, ауылдық округтарда бәрі кездесіп. Мен сонда айтатын осындай кездесу жасаңыздар. Біз енді халықтың ішінде жүруіміз керек. Кешегі жаңағы қаңтар оқиғасында нақ бізде тыныш болды біздің облыста. Оның бір себебі біздің жаңағы елдің алдында жүрген азаматтар, әкімдері бар, депутаттар бар, белсенділер бар, абыройлы азаматтар бар, имамдар бар. Біз халықтың ішінде жүруіміз керек. Халықтың ішінде. Жаңағы не айтып жатқанын, не көріп жатқанын, қандай мәселелерге жаңа наразылық білдіріп жатқанын, соны білуіміз керек. Мен де әкімдерге айтамын, әкімдер, сендер енді бір мәселені шеше алмай қиналуларыңыз мүмкін, бірақ білмесеңіздер сол жерде ол кешірімсіз болады. Не болып жатқанын білмесеңіз, сол жерде біліп, маған хабарын айтыңыздар. Тез арада барып, әйтеуір сол жерде көп мәселе қазір кездесіп жатырмыз ғой енді. Анау парасаттылық алаңы деген бар Сайрамда. Олар өстіп әр суббота воскресенье бір ауылға барады. Бүкіл жаңағы әкімшілік биліктің бәрі. Сөйтіп сол жерде талқылайды. Кім не айтам десе айтады сол жерде. 90% әңгіме сол жерде шешілетін мәселелер. Біреудің шарбағы қисайып жатыр, ана жерде мусор шығарылмай жатыр. Мына жерде жолдың мынандай бір не дейді ғой, полицейский, лежачий полицейский орнатылды. Сондай сияқты мәселелер, түкке тұрмайтын, сол жерде шешілетін мәселелер 90%. Қалғаны енді қаржы талап ететін, ол кезең-кезеңмен шешіледі. Сондықтан бұндай кездесулер енді болып тұрады бізде. Сіздермен мен айтам, біз бұл оңтүстікте әкімдер халықпен бірге болмаса, ол өмір сүрмейді. Аяғын аспандан келтіреді любой әкім. Сода арасында жүру керек, арасында жүру керек. Білу керек, сөйлесу керек, батыл шешім қабылдау керек. Жаңағыдай рискі тәуекелге бару керек деп. Бұл басқа облыстарда, басқа жерлерде болуы мүмкін ол. Бізде кейбір әкімдерге мен айтамын, мынандай нелер болады. Жыбырлақ әкімдер деймін олар. Күнделікті жаңағы текущий жұмыспен жүре береді. Ақша төлеу, зарплата, пенсия, бірдеңке. Одан не өнеді, одан ештеңке өнеді. Кесек жұмыстар жасау керек. Адамдар жаңағы бүйтіп наразылық тудырады. Сол кезде дұрыс әкім болады. Сол кезде дұрыс нәтиже болады. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Тағы кездесеміз.